Сәлем достар, бүгін фунчоза жасайтын боламын. Әрдайым хит болатын өте дәмді салаттардың бірі. Ең алдымен етімізді қуырып алатын боламыз. Мен етті соломка қылып турадым. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді ең бірінші жақсы қылып қуырып аламыз. Кейін оттың астын басып, жұмсақ болып піскенше қақпағын жауып пісіретін боламыз. Етіміз жақсылап қуырылды. Енді отымыздың астын басып, қақпағын жауып, 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Сосын фунчозамызды бір ыдысқа салып, қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып, фунчозамыз ішіне батып тұруы тиіс. 5-7 минут аралығында суға бұқтырып қоямыз. Енді патлифін дайындайтын боламыз. Оған әркім әртүрлі қосады. Қалауларыңызға қарай. Сәбіз осындай үккіштен өткізіп аламыз. Чесногымызды ұсақтап турап алдық және қиярымызды тоже соломка қылдырып турап аламыз. Және болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышын да дәл солай соломка етіп турап аламыз. Барлығын турап алдық, барлығы дайын. Енді пісіп тұрған етіміздің үстіне сәбізімізді салып, 2-3 минут аралығында қуырып алатын боламыз. Оны да сәбізіміз жұмсақ болу үшін. Және осының үстіне чесногымызды салып қоятын боламыз. Фунчозамыз дайын болды. 5-7 минут аралығында жаңағы ыстық суға бұқтырып, пісіріп алдым. Жаңағы пісіріп алғаннан кейін салқын суға 1-2 қайтара салып алатын боламыз. Себебі жабысып тұратын болады, егер салмасаңыздар. Суық суға салып алғаннан кейін орталары ашылып, бөлініп жақсы болып тұратын болады. Және жеуге ыңғайлы болу үшін осылай пышақпен немесе қайшымен осылай қысқартып кесетін боламыз, бөлеміз. Фунчозамыздың үстіне дәміне қарай тұзын саламыз және дайын болған патлифімізді саламыз. Және мен үстіне бір аз қасық соевый соус құйдым. Ол міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Осымен біздің фунчозамыз дайын болды. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.